Баршаңызға сәлем достар, YouTube каналыма қош келдіңіздер. Атқа мінудің пайдасы жайлы айтатын боламын. Халқымыз әу бастан-ақ қасиетті, қадірлі саналған жылқы малының пайдасын әлем елдері енді ғана біліп жатыр десек қателеспейміз. Ат спорты, атқа мініп емделу қазіргі таңда үлкен маңызға ие. Себебі кез келген жастағы адамға, денсаулыққа өте пайдалы. Қазақтың тұрмыс тіршілігінің ажырамас бөлігіне айналған, ер азаматтардың жолдасы болған жылқының еті мен сүтінің пайдасы өз алдына бөлек тақырып. Ал біз бүгін жылқыға мінудің пайдасы жайлы айтпақпыз. Иппотерапия термині 20 ғасырдың соңында пайда болды. Қимыл қозғалысы бұзылған адамдарды жылқыға мінгізіп емдеу дегенді білдіреді. Сонымен жылқыға міну жүйке жүйесін тыныштандырып, эмоционалды күйді қалыпқа келтіреді, қан айналымды жақсартады, жүрек жұмысын жақсартуға көмектеседі. Ас қорыту, тыныс алу жүйелерін жақсартады. Атпен қарым-қатынас барлық психологиялық процестерді қайта қалпына келтіреді. Адам сабырлы, көңіл күйі көтеріңкі, салмақты болады және стресстен арылады. Атқа міну барысында барлық бұлшықеттер жұмыс жасайды. Әсіресе бел, арқа бұлшықеттерінің жұмысы жақсарады. Нәтижесінде ағзаның бұлшықет тонусы жақсарады және арықтауға көмектеседі. Достар, видео пайдалы болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, астына пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.